Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен лепті сөйлемдерден кейін қойылатын леп белгісі туралы сабағымызды бастаймыз. Лепті сөйлем деген өзің білесің адамның алуан түрлі көңіл күйін білдіреді. Адам бір кезде қуанады, бір кезде ренжиді, бір кезде түңіледі, бір кезде торығады, бір кезде біреуге тілек өтініш айтады, бұйырады. Міне осындай сөйлемдерден кейін міндетті түрде леп белгісі қойылып отырады екен. Міне бірінші жағдайда көтеріңкі айтылған бұйрықты сөйлемдер, лепті сөйлемдерден кейін. Мысалы, Ілиястың күйшісінен: соқ жігіт, соқ жігіт, күйіңді тарт, лапылдат, жандыр, күйдір, құмарт. Міне осы кезде соқ жігіт, соқса күйшіге бұйырып отыр ғой, Кенесарының қарындасы Қарашаш. Міне осы кезде соның алуан түрлі көңіл күйін беру үшін осы жерде леп белгісі қойылып отыр. Бұл бұйрық. Әрине, ханның қарындасы бұйырады ғой Қарашыға. Міне осы кезде бұйрықты сөйлемдерден кейін көтеріңкі айтылады да, әрқайсысынан кейін леп белгі қойылып отырады екен. Одан кейін екінші одағай сөздер сөйлемнің ішінде келсе. Мысалы, Мұқағалидан: Қазақстан, пай, ардағым-ай, сен менің шолпанымсың жанғанудай, өзіңде өмір сүру қандай бақыт деп келеді ғой. Міне осы жерде пай деген кезде одағай сөздерден кейін леп белгісі қойылады. Одағай сөздер осылай адамның көңіл күйін ерекше білдіргісі келіп тұрғанда, тасыған, керемет шаттанған көңіл күйді беретін кезде, осы кезде леп белгісі қойылады екен. Кейбір неткен, қандай дейтін сұрау есімдіктері барлық уақытта сұрақ мәнін білдіре бермейді. Кей кезде көтеріңкі айтылған кезде, сол адамның осындай бір тамаша лепірген көңіл күйін бергісі келген кезде, осындай сөйлемдерден кейін де леп белгісі қойылады. Мысалы, Қасымнан: неткен сұлу, неткен байтақ жер едің. Туған жерге айтып тұрған кезде. Міне, неткен, бұл жерде сұрап тұрған жоқ. Неткен сұлу, неткен байтақ жер едім. Міне, осы жерде леп белгі қойылады. Бұл жерде лепті көтеріңкі көңілменен айтылып тұрғандықтан сұрақ белгісі емес, леп белгісі қойылады екен. Одан кейін ұранды сөйлем: жаса, жайна менің Қазақстаным. Жасасын біздің тәуелсіз еліміз. Міне осындай кезде жасасын, жайнасын, жаса, жайна деген ұранды сөздерден кейін міндетті түрде сол сөйлемнен кейін леп белгісі қойылады екен. Қаратпа сөздерден кейін леп белгісі қойылады. Бұл қаратпа сөздер көтеріңкі айтылған кезде қойылады. Мысалы, тыңда дала жамбылды, тыңда қастек қаскелең. Жамбылдың әйгілі өлеңінен. Осы жерде далаға қаратып отыр. Қастек, қаскелең жер аттары, міне оларға қаратып отыр. Міне осылардың әрқайсысын көтеріңкі айтқандықтан, міне мына әрбір жолдан кейін леп белгісі қойылады екен. Бұйыра, өтініш білдіре айтылған кейбір сөйлемдерден кейін де леп белгісі қойылады. Пана бола көріңіз, немесе жық, құлат мына үйлерді, тоқтасын, әкетсін. Міне бұл Құнанбайдың бұйрығы. Міне осындай сөздерден кейін де әрбір сөзінен кейін сол сөздердің зілін, немесе сол сөздің бұйрықтың мәнін ерекше білдіру үшін сол сөздердің әрқайсысынан кейін леп белгісі қойылады екен. Кейбір жағдайда алғыс, тілек мәнді, бата тілекті сөздерден кейін де қойылады. Мысал үшін: айналайын келінжан, өркенің өссін. Қарағым, ұзағынан сүйіндірсін. Айналайын, бақтың ашылсын. Міне осындай сөздердің әрқайсысынан кейін де леп белгісі қойылады екен.